Алматы жастары 2023 жылы 35 жасқа толмаған белгілі бір салаларда қызмет жасайтын Алматыда пропискасы болу міндетті емес. 35 жасқа дейінгі, яғни 35 жастағы тоже қарастырылады, документ тапсырылады. Алматы жастары бағдарламасы жылдағыдай 15 мамырда басталады. Құжат қабылдау 31 мамырға дейін жалғасады. Бұл бағдарлама бойынша үйдің 10%-ін отбасы банктағы шотыңызға құйып, 5% кредитпенен 20 жылға дейінгі аралықта кредитпен үйді ипотекаға ала аласыз. Бұл бағдарламаның бір тиімді жолы алғашқы және екінші деңгейдегі үйлерді ала аласыз. Бірақ өзіңіз алатын үйді өзіңіз табасыз, және банктың беретін суммасы кредиті 18 миллион. Сіз таңдаған үй 18 миллионнан асып тұрса, үстіндегі ақшаны дополнительно өзіңіз төлейсіз. Және сіздің айлық табысыңызға қарай банктың менеджерлері сіз қанша жылға аласыз ипотеканы, оның барлығын есептеп береді. Сіз міндетті түрде оны 20 жылға алмайсыз, одан аз жылға болуы мүмкін ипотека. Одан кейін, және тағы бір нәрсе, бүгін уже хабарландыру шықты, Алматы жастары 15 мамырда басталады деп. Демек, вторичка үйлер сатылатын үйлердің бағасы қымбаттайды деген сөз. 31 мамырға дейін құжат қабылданады. Бір ай құжат тапсырған жандардың, қатысушылардың құжаттары іріктеледі. Негізгі тізімге кімдер ілінген анықталады. Қосымша резерв тізім жасалынады. Егер білесіздер, бұл бағдарламаның шарты сіздің жинаған балыңызға сәйкес негізгі тізімнен орын аласыз. Демек, вторичка үйлер қымбаттайды бұл бағдарламаның бірден қорытындысы шығып жатқан кезде. Және білеміз, жылжымайтын мүлік өзінің агенттіктері бар. Мысалы, крыша, атриум, тағы басқа бізбен бірге үй ал, свой дом деген сияқты. Оның барлық менеджерлары хозяиннан үйді келісіп алады да, өздеріне хабарландыру жасап, через риэлтор алатындай қылып жасайды. Себебі көп агенттіктерден үйді сататын хозяиннан емес, услуганы сатып алушыдан алатын білеміз. Егер бағдарламаға қандай құжаттар тапсыру керек, оның қандай шарттары барлығын білгіңіз келсе, осы каналда видео бар. Және Алматы жастарының қатысушыларға арналған бірнеше негізгі лайфхак деп жазылған, бірақ негізгі бағдарламаның тиімді тұстары да көрсетілген. Сайтқа кіріп көрсеңіздер де болады, қандай документ тапсыру керектігін, және қандай шарттары бар, барлығы осы каналдағы видеода айтылған. Направление алғаннан кейінгі іс-әрекет қалай болады, барлығын осы каналдағы видеода немесе Алматы жастары KZ сайтынан көрсеңіздер болады.